Қарағанды ғалымдары шаштың жіңішкелігінде рентген сәулесін беретін әмбебап қондырғы ойлап тапты. Әлемде бұндай өнер табыстары бар, ал біздің қондырғының ерекшелігі бағасының арзандығында. Тағы бір өзгешелігі сәулемен қоса жарық беріледі. Бұл белгілі бір затты дәлме-дәл анықтауға жол ашады дейді ғалымдар. Қондырғыны ғылымның түрлі саласында қолдануға болады екен. Әсіресе электроникада, микрохирургияда да таптырмайтын құрылғы. Қазір өнертапқыштар инновациялық технологияны Қазақстанда, ақш-та және Еуродағы аумағында патенттеп алған. Енді өндіріске дендеп енгізу үшін инвестор іздеп жатыр. Это можно использовать в поликлинике. Бұны кәдімгі емханаларда, әскери комиссариатта қолдануға болады. Мәселен, әскерге шақырылған әр азаматты дәрігерлік тексерістен өткізу үшін қаншама уақыт кетеді. Ал рентген сәулесімен оның қайтысы жарамсыз, қайтысын емдеу қажеттігін санаулы секундтарда анықтаймыз. Яғни біз әуелі уақыт тұтамыз, әрі қыруар қаржы үнемдейміз.